Сәлем достар, қалайсыздар? 8-ші сыныптың оқушыларымен арифметикалық квадраттардың қасиеттеріне байланысты есептерді шығаруды көрсетеміз. Міне мақсатымыз не? Мақсатымыз арифметикалық квадраттардың қасиеттерін қолданып есептер шығару. Енді бізге түбірден шығар деп жатыр. Түбірден шығарған кезде біз түбірдің астында теріс сан болмайды дегенді білеміз ғой. Түбірдің астында теріс сан болса, оның мағынасы жоқ дегенімізде. Енді мына жерде біз түбірдің астына шығарған кезде біз мүмкіндігінше мынаны аның 10 дәрежесі көбейтілген аның 1 дәрежесі деп алсақ. Тең аның 10 дәрежесі дегеніміз ол аның 5 дәрежесінің квадраты көбейтілген а болады. Енді квадраттың түбір қысқарт десек аның 5 дәрежесі шығады, түбір астына а қалады. Міне. Демек, аның 11 дәрежесін өстіп шамдап жазуға болады екен. Ал минус бұның 7 дәрежесінше, минус бұның 7 дәрежесін в көбейтілген бұның 6 дәрежесі деп жазуға болады. Сол кезде в-ның 6 дәрежесінен в-ның 3 дәрежесін шығарып жіберуге болады. Минус в қалады. Енді бұл жерде шарт қоюға болады. Мұна арасындағы, мұна түбірдің астындағы сан 10 болу үшін в-ның мәні теріс болу керек деп шарт қоюға болады. В-ның мәні теріс болу керек деп. В-ның мәні теріс болу керек деп шарт қоюға болады. Мына жерде. Мына жерде мүмкіндігінше 9 көбейтілген 3 қой мұна. Мынау m-нің 3 дәрежесінің квадраты көбейту n-нің 4 дәрежесінің квадраты. Барлық квадраттармен түбір қысқарып кетеді, 9-дан 3 шығады. Мына m-нің 3 дәрежесінің квадратынан m куб шығады. Мына жерде n-нің 4 дәрежесі квадратынан n-нің 4 дәрежесі шығады. Сөйтіп түбірдің астында не қалады? 3 қалады екен. Бұл жерде де а оң сан депті. 32 дегеніміз ол 16 көбейтілген 2 а квадрат б квадрат б дей салайын. Себебі б квадратқа в-ның 1 дәрежесін көбейтсек в куб шығады. Сөйді 16-дан 4 шығады, а-ның квадратынан а шығады, в-ның квадратынан в шығады, түбір астына не қалды? 2 б қалады. Осылай. Енді мына жерде біраз сақ болуымыз керек. Бұл жерде жаңағыдай 12-ні біз 4 көбейтілген 3 деп алайық. m-нің 10 дәрежесі, бұл жерде m теріс деген екен. Мына белгілі тұрған сан 10 деген кезде біз қорықпай шығара береміз. Енді мына теріс деген кезде сәл-пәл мұқият болуымыз керек. Бұл жерде m-нің 5 дәрежесінің квадраты ғой. Көбейтілген n-нің 7 дәрежесіміз 6 дәрежесі көбейтілген n дей салайықшы. Міне, мына 4-тен 2 шығады, көбейтілген m-нің 5 дәрежесі шығады. m-нің 5 дәрежесі шығады. Мына жерде n-нің 6 дәрежесінен n-нің кубы шығады. Қалады, сол кезде 3 n қалды. Енді жаңағы m кіші 0 деген қағиданы ескеретін болсақ, онда біз мына жерде минус m болады деп жазуымыз керек. Сөйтіп, минусты ең алдына шығарып, m-нің 5 дәрежесі n куб 3n деп жазамыз. Себебі біз түбірден теріс сан шықпайтынын білеміз. Түбірден теріс сан шықпаса, бізде m-іміз теріс деп айтып тұрмын жерде. Теріс десек, егерде біз ораға минусты қоймалсақ болсақ, онда бізде түбірден терістен шығып қалған болып тұр. Ал егерде біз m-нің теріс мән екен, m-іміз бізде теріс мән. m міне мынау теріс мән. Енді теріс мәнға және минусты көбейтетін болсақ, екеуінің көбейтіндісі плюсті береді, 10 береді. Міне, сол себепті біз мына m-нің алдына минус қойдық. Осы жерге назар аударыңыз. Мұна есеп шығарыңыз. Бұл жерде де міне а кіші 0-ден деген екен. Сол себепті бұл жерде де мұқият боламыз. Бұл жерде а-ның 6 дәрежесі
көбейту v-ның alt дәрежесі көбейту ab деген сөз ғой. Енді a-ның alt дәрежесінен a куб шығады. v куб шығады, түбір астында a қалды. Енді бұл жерде де жаңағыдай a теріс деп тұрғандықтан біз алдыға минус шығарамыз. Себебі түбірден терістен шықпайды. Ал a-ның өзі теріс деп тұр. Теріс десе a кубымыз теріс болады, теріске минусты көбейсек плюс болады. Сол жаңағы түбірден терістен шықпайды деген қағида бойынша шығарамыз. Енді мынаны шығарар болсақ, мынадан шығарамыз. Минус 1 деп жаза салайық. Мына жерде x-тің 8 дәрежесінің квадраты көбейту y. Мынада x-тің 8 дәрежесі шығады, x-тің түбір астында минус y қалады. Бұл жерде менде біресе көк, біресе қызыл болып кетті. 16-тан 4 шығады. a-ның 16 дәрежесі дегеніміз, a-ның 16 дәрежесі дегеніміз, ол a-ның 8 дәрежесінің квадраты деген сөз. 8 дәрежесінің квадратынан a-ның 8 дәрежесі шығады. Ал бұның 24 дәрежесі дегеніміз, ол бұның 12 дәрежесінің квадраты. Неге біз квадратына келтіріп тұрмыз? Себебі квадратпен түбірді қысқартып жіберуге болады. Сол себептен мынада v-ның 12 дәрежесі болады. Келесі мына жерді қарап тұрсақ, m кіші нөлден n үлкен нөлден дейді. N-ді шығарған кезде қорықпаймыз, одан әйтеуір оңсан шығады деп ойлаймыз да. Ал m-ді шығарған кезде мұқият болуымыз керек. Міне мысалға бізде түбірдің астынан жұп дәрежелі түбір шыққан кезде ешқандай қорқыныш жоқ еді. Ал енді дәл осы мына жағдайда біз сәл сақ болуымыз керек. Мына есепте тең. Міне 24 дегеніміз ол 4 көбейтілген 6. m-ның 6 дәрежесі дегеніміз, m-ның кубы сыртында квадраты деген сөз. Көбейтілген n-ның 9 дәрежесінің квадраты деген сөз. Сол кезде жаңағы 4-тен 2 шығады. Көбейтілген m-ның кубының квадратынан m куб шығады. Бұлардан n 9 дәрежесі шығады. Міне бізде m теріс деп тұр ғой. Теріс болса, теріс санның тағы дәрежесі теріс болып қалады. Сол себепті біз мынаны тағы да алдына минусты қоямыз. Жаңағы біздің шыққан өрнегіміз теріс болмау үшін. Қалды не нәрсе? Ар жағында түбір асты 6 қалды. Міне біздің жауабымыз осылай болады.